Олай болса, оянуды неден бастаймыз? Қазіргі менің айтқан дүнием қарапайым болуы мүмкін, бірақ бұл өте маңызды. Мынаны біліңіз. Жер тірі. Жер тірі болғандықтан да бізге ағашты өсіріп беріп отыр. Жер тірі болғандықтан да бізге жеміс жидегін біз жерден алып отырмыз. Жер тірі болғандықтан да шөп беріп отыр, шөп өсіріп, оны мал жеп, малдың етін, сүтін қолданып отырмыз. Жер тірі болғандықтан да біз жерде жүрміз. Жермен қарым-қатынас жасап жүрміз. Жер ана, мать земля тірі. Сондықтан да ең бірінші біз жер ананы сыйлауымыз керек. Ең бірінші ояну дегеніміз осы. Ояну үшін сіздің қолыңызда жалғыздың үні шықпайды, бір адамның қолынан келмейді ол. Барлығымыз жабылып, кім қандай аймақта міндетті түрде өзінің есігінің алдын, тіпті қанша шақырымға дейін тазалай алады, таза ұстау керек. Міндетті түрде және срочно. Көшеге шықсаңыз, трассада байқасаңыздар, бір мешоктар тастап кетіп жатады адамдар. Ол да жерді сыйламаған болып есептеледі. Себептен себепсіз ағашты кесіп жатады. Ол да жерді сыйламаған болып есептеледі. Қазіргі уақытта, күз уақыты науқан жеміс-жидек тересіздер, иә. Жаз бойы егілген жемістің жеміс-жидегін теріп, жаңа диқаншылар бізге теріп беріп отыр. Ал кейбіреулер термегендер қазір свежий жеміс-жидекті, көкөністерді жеп отырсыздар. Жеміс-жидекті жеп отырған сайын рахмет айтыңыздар. Рахмет. Жер ана рахмет. Ол бір шалғайда, бір алыста егілген болуы мүмкін, бірақ сіздің алдыңызға келіп, сіздің несібеңізді Алла тағала сіздің алдыңызға әкеліп отыр. Мейлі сіз өз ақшаңызға алсаңыз да, сізге бұйырғаннан кейін сізге келіп отыр. Бірақ ол жеміс-жидектің ар жағында қаншама жұмыс жатыр. Қаншама адамның жаздай ыстықта сіз көлеңкеде жатқан кезде жаздай жатпай жұмыс жасаған іс-әрекеті жатыр. Осы үшін жерге сол жемісі шығарып берген үшін адамдар жесінші. Осы кім, Жәмила ма, Бақтияр ма, Марат па, жесінші осы деп сочный қылып, жаңағы сондай керемет қылып шығарып берген үшін рахмет айтыңыз. Тіпті жағдай болуы мүмкін, ақшаңыз болса да, ақшаңыз бола тұра да, сіз жеміс жей алмай іздеп қалатын да жағдай болуы мүмкін әбден. Сондықтан да ең бірінші біз жерді сыйлауымыз керек, жерді қадірлеуіміз керек. Себептен себепсіз ағашты кесе беруге болмайды, рұқсат сұрау керек, кешірім сұрау керек жерден. Жерді сыйлағанда, жер ананы құрметтегенде, мать земляға деген біздің мейірім махаббатымыз болған кезде ғана бізге жер, табиғат өкпелемейді. Бізге барын беретін болады. Малға да шөпті беретін болады.